бизнес идеям бар, бірақ кәсіп жасайын десем, түрлі себептермен не қаржы жетіспей жатыр, не білім жетіспей жатыр деген адамдар қол көтеріңіздерші. Идеям бар, мен бір-екі адамда разбор жасайын да. Идеям бар, бірақ ақша керек деген да. Жақсы ма? Қарындас, давай, сары көйлек. Ерігіп отырған адам жоқ, әрқайсының отбасы бар, денсаулығы, қыруар шаруасы бар, соның бәрін тастап, осында келіп тыңдап отырсаңыздар, бәріңіздеріңіз кәсіпке деген махаббаттарыңыз бар. Өте қуаныштымын, мен сіздерге қуаныштымын, қолдаймын. Біразының идеясы жоқ. Идеясы жоқ адамға бағана 11 жолмен идея тауып беруге көмектесеміз. Идеясы жоқ адамдарға. Айтыңыз, қандай идеяңыз бар, немен айналысқыңыз келеді? Аты жөнім Айгерім, саламатсыздар. Есік қаласынан келіп отырмын. Жоғары медицина мамандығын бітіргем, балалар дәрігермін. Екінші образованием жаңағы фармацевт. Аптека ашайын деген жоспарым бар. Және де педиатрический кабинет дейді. Балаларды қабылдайтын кабинет ашатын жоспарым бар. Соған ақша керек. Ақша керек. Қанша ақша керек? 5 миллиондай керек. Атыңыз кім? Айгерім. Айгерім. Отыр бер. Айгерім, мына қараңыздар. Мен айтайын, 90% кәсіп жасағандар осы Айгерім сияқты жасайды да, мен саған 1000% гарантия беремін, сол мысалы, сен банкрот болатыныңа. Егер саған, мысалы айталық, 5 миллион көп ақша емес да, былай қарасаң, бір 10 қазір 12 мың, 13 мың доллар ақша. Мысалы, үйің бір 30 мың доллар тұратын болса, залог қойып кредит алуға болады. Солай ма? Болмаса, немеден барып, бастаудан, немеден барып алуға болады, атамекеннен, бірдеңкеден. Мен бірақ 1000% гарантия беремін банкрот болатынына. Неге? Мен қызғанып отырған жоқ, мен келген қазақтың кәсіпкер болып кеткеніне қуанам. Өйткені әрбір қазақ кәсіпкер болса, одан біздің мемлекетіміз ұтады, мен де ұтамын, біз жақсы мемлекет құрамыз. Бірақ біріншісі бар, закон малого начала деген. Заң, закон ферма сияқты. Мысалы, сен қазір 500 қой берсе, сен баға алмайсың. Алдымен бір 20-30 қойды бағып, соның жүнін қырқып, ауруын емдеп, соны өсіріп бағып, үйреніп алғаннан кейін барып 100-ге, онан кейін барып 500-ге жету керек. Мысалы, жүгіресің бе? Қанша километр жүгіре аласың? Ертең 42 километр жүгір десе, сен өкпең өшіп, мысалы, сені артынан біреу мылтық қуалап жүгіретін болса, сен өкпең өшіп құлап қаласың, солай ма? Сен алдымен бір 2-3 километр жүгіресің, содан кейін 5-6 километр, содан кейін бағана қапаң сияқты 160 километрге жүгіру үшін саған 1-2 жыл уақыт керек, солай ма? Сенің мына 5 миллионың анапаның 160 километр сияқты. Сондықтан саған кішкентайдан бастау керек. Ең бастысы, қанша үлкен ақшамен бастасаң, сонша үлкен батылдыққа батасың. Мен ондайдың 100-ін көрдім. 100-ін емес, 1000-ын көрдім. Кімге мысалы осылай артынан зар қақсап жылайды, неге алдым екен кредит, Қызылордадан келді, осы Алматыдан талайлар. Өйткені нарық тесілемеген, бұнда экспертіңіз жоқ, тәжірибесі жоқ, бұрқ өткізіп бастады да кетті. Егер сенде қазір маған 5 миллион теңге ақшам бар, аға осыны бастайын дейін десең, мен айтатын едім, айналайын 5 миллион долларыңа доллар алды, Каспий банкқа салып қой. Надежный болады. Болмаса бір үй алып қалсың ба, бірдеңке алып, соны қойып қой деп айтатын едім. Соның бір 500 мың теңгесін алып бастауға болады. Кәсіп бастау үшін алғашқы капитал керек. Болмаса ерекше бір білім керек. Болмаса бір адамда ерекше бір қабілет керек деген түсініктерді мен көздегі шел деп айтайын. Көзіңіздегі осындай шел болса, оны алып тастау үшін төмендегі сілтемемен видеоны көрсеңіз болады. Сондықтан саған фармацевтика деген, ол қанды көл. Көгілдір көл бар. Көгілдір көлде шабақтар жүр, сен сияқты шабақтар енді бастайын деп жатқандарда. Ал ана жақта қанды көл, ол жерде үлкен қалаға баратын болсаң, шортандар, азулы, акулалар жүр. Сен нендей ғана шабақсың ананың қасында. Ана қылқыта салады сені. Үлкен компаниялар осында, не бір фармацевтика, аптека саласына жүргендер. Егер кішкентай қаладан ашатын болсаң, кішкентай есіктің өзінен ашатын болсаң, о жерде сенікі не өспейді, не өшпейді. О жерде конкурент көп. Әрбір көшеде 2-3 аптекадан бар. Әрбір көшеде. О жерде сенің тапқан табысың, ана аптеканың арендасы, ана неменеге төлеген жалақыдан артпайды. Ондайдың да 100-ін көрдім мен, аптека ашқандардың. Сондықтан айналайын, кім дедің аты? Айгерім. Жаңағы аптека ашқанға үлкен крест қою керек. Аптека ашқанға. Ол қанды көл. Ол жерге сен даже 50 миллион мен 100 миллионда кіре алмайсың, мысалы, гарантия берем. Дәл қазір 100 миллион теңге ақшаң болатын болса, сол нарыққа кіре алмайсың. Ол жақта шортандар мен акулалар жүр, сен бірақ қылғытып жала салады. Екіншісі, сенің білімің, бағана естеріңіз бе, білімің, тәжірибең дегенде, білімі бар, тәжірибе бар, сен частный консультация көрсетіп жасай аласың. Ол үшін не істеу керек? Гуглдаш кім? Мысалы, давай Айгерімге қазір айтайық, қалай не істеу керек екен да, просто бәрің маған айтып отыр деп тыңдаңыздар да, өзіңнің бастайын деген кәсібің жайлы кілт сөздер жазасың. Мысалы, медицина жағынан қандай неме көрсете аласың? Емдеймін.
Жоқ, қандай консультация көрсете аласың или емдей аласың, айтшы. Балаларға консультация берем. Консультация, Профилактика жөнінде, прививка жөнінде. консультация, жоқ, медика, онлайн. Мысалы, анда реклама деген бар ма, қарашы астында. Педиатра дейсіз, консультация. Консультация педиатры. Тұр ғой, бәрінбай жүз тұр. Бұндайдың жүзі бар, мыңы бар. Егер, допустим, сендердің қызметкерлерің Алматыда жоқ дейік. Жаш, Москва деп жаш. Частный педиатр Москва деп. Міне, бәленбай жүзі бар. Мен баған айттым ғой, немене тауып ал деп, да? Алдымен көмір тауып ал. Алдымен осын жасайсың, міне, да? Программа, міне, запишись на прием к врачу онлайн со скидкой 50%. Елдер жасап жатыр. Ештеңке дөңгелек ойлап, велосипед ойлап шығарып керек емес. Әйгерім, түсініп отырсың ба? Міне отырып, мына орыстың әйелі, қарашы, көресің, міне, да? Семенова Ирина Николаевна, сен қай жеріңгер? Лор практика, к примеру, да? Осылай немене сияқты. Болды, сен саған осыдан бастау керек. Мысалы, сен аптеканы, мен саған 1000% гарантия берем, да? Аптека, даже ақшаң бар болса, ол нарыққа кіре алмайсың. Бір, екіншісі, бізден медцентр бірден ашып кете алмайсың. Солай ма? Медцентр қазір. Көшеге барсам, бір көшеде 5 медцентр бар. Енді сен осы қазір заманауи құралды игеріп, частный педиатрический услуга көрсететін болсаң, сол кезде саған ешқандай ақша керек жоқ. 5 миллион саған кәсіп жасап көрмеген адамға үлкен риск, огромный риск. Саған ақша берген адам, ол саған үлкен қылмыс жасаған адам. Құдай ақы. Егер саған біреу ақша туысқаның, нағашың, біреуіңді, мә әйгерім бастай қой десе, саған жаманшылық берген адам, ол сен ақшаны қайтара алмайсың. Түсіндің ба? Түсін, просто интернетке отырып алда, медицинский білімі бар адамдар жаза бер, частный педиатрические услуги, частный педиатрия, соң балалардың нақты қай ауруды мысалы емдей аласың, мысалы, да? Нақты бір қай ауруды өте жақсы білесің, мысалы. Тыныс жолдардың барлық аурулары. Тыныс жолдарында лор да, или немене уха горланы, лор ғой да? Лор болсын, тыныс барлық ауруларды емдейміз ғой. Вот соны, осының ішінде бір нәрсеге фокус жасау керек та, бір нәрсемен специализировать ету керек. Содан кейін сол арқылы кейстер жинайсың. Болды, содан кейін медцентр, содан кейін барып ашылады. Содан кейін әркім тәжірибе жинап алғаннан кейін қасыңа бір адам аласың, бір бөлмені аласың, содан кейін степ бай степ дейді ағылшынша. Шаг за шагом, қадам қадаммен. Бірақ секіріп шығам деп, бірақ қарғып түсем деп, мертігеді жатады дейді абай атамыз. Жақсы әйгерім, отыра ғой, саған ақша керек жоқ. Келсесіздер ме, мысалы, бір туысқан бір ақша беретін болса, үлкен жаманшылық жасады деген сөз. Кез келген адам бірден секіріп шығып кете алмайды, бірден шаңғаны теуіп кете алмайды, бірден боксер болып кете алмайды, бірден музыкант болып кете алмайды. Бәрін ақырын кішкентайдан бастау керек. Бақшаны бірден сен 1000 алмаға егіп кете алмайсың. Ақырында 5-6 алмаға егіп тәжірибе жинап алғаннан кейін 50-60 негесің, соң кейін барып. Өкінішке қарай көбі не кредит алып алады? 99% банкрот болады кредит алғандардың. Кредитпен бизнес басталмайды. Қарыз алып бизнес басталмайды, айналайындар. Өмірдегі кәсіп жасаған адамдардың түгел немесін зерттеңдерші. Соның ішіндегі біразы ғане неменемен бастаған, бір идеямен да, соның мысалы Билл Гейтс сияқты да, мысалы барып, Apple'дан барып немен алған инвестиция. Қалған ол саусақпен санарлық миллионнан біреу ғане. Қалғандардың бәрі Стив Джобсы болсын, Генри Форд болсын, қазіргі кәсіпкерлер болсын. Мені ал, осы кәсіпкерлер сұраңдаршы. Бұл просто кәсіпкерден болса, неден бастадың десең, 99-да 99 бай айтады, кішкентайдан бастадым, 0-ден бастадым деп айтады. Ешкім, мысалы осы жерде, мына жақта Сыдық деген түйе бағатын немене бар. Білесіңдер ме, Сыдық деген шұбатхана? Қазір 3000-ға 4000-да түйесі бар да. Неше түйеден бастаған, білесіңдер ме? Бір түйеден бастаған. Қазір 5000-ға жеткізді. Мүмкін емес. Мен мына көзіммен көргім жоқпын осылай бастағандар. Бәрі 0-ден кішкентайдан бастайды. Сендерді просто қиял. Осы істің мән мағынасын білмегеннен қиял.